Ассаламағалейкум, құрметті достар, құрметті ЖБ шоу арнасының көрермені. Біреуге звондап жатыр. Звонитті ашып береміз, шығарылым жалғастырамыз. Басынан болса жымнан дейік сөз айтын. Шығар, кете берсін. Әшейін амандасса қайтты. Ассаламағалейкум достар, бұл ЖБ шоу, бұл бірінші гол YouTube арнасы. Бұл Әлімжан Асқар. Әлімжан Асқар деген Қайсы? комментатор жігіт танисыз ба? Жоқ, танымаймын. Бұл жігіт өте танымал қазір. Футбол жүргізе ма? Ой, сұрапыл жүргізеді. Мен әкем жүргізуші тамада ма деймін. Мен бір арманым осы Баянесін тайып айтқан ғой. ЖБ шоуға келсе ме екен деп ойлайтынмын. Бірақ Келдің ғой бір-екі рет келгенде Ерекен әңгімесін тыңдап қойдық қой өзі. Елдің бәрі дейді. Ерекен сияқты әңгіме айтқым келетін. Сөйтсем өмірімде ондай бір қызық жайттар, бастан өткен оқиғалар аз екен. Тыныш өзі барған жерінде үндемей. Өйткені сен көп ішпейсің ғой. Содан ба? Содан. Көрдің ба? Содан танымай тұр ғой бұл кісі. Әне, көрдің ба? Бұл ішсе сұрапыл бірақ. Бұл Еуропа қарашы, бұл қазақтың баласы деп Темірлан Анарбековті Айтқан ба? Бренд болып кетті сол сөз кәдімгі. Тамаша, керемет. Сен ба соны айтқан? Алматының кіреберісінде жазылып тұр дейді. Мен Дидар Есенов екен десе. Дидар Есеновтікі басқа ол. Оныкі клюшка. Иә. Ш мен К. Шатастырамыз оларды. Ш мен К-ны қалай шатастырады деймін да. Мынау Ш, анау К. Мен шыны шатастырам өте. Амбассадор болғалы. Советникке, кеңесші. Сен туған ауылға жасып керек қой, негізі Еуропа қарашы бұл қазақтың баласы. Құдай қаласа, жетейік соған. Ауыл қай жақ? Ауыл Түлкібас. Түлкібас. Ауыл емес пе негізі, аудан орталығы. Тұрар Рысқұлов. Шымкент, қарашы, бұл Түлкібастың алмасы. Бәрекелді. Енді Өз-өзіме шапалақ күшті таптым. Шапалақ деген бір кісі болған, есіме түсіп кетті. Бұл паспортын жоғалтып алған ғой? Вьетнамға барып жоғалтып алған ше. Қалай мен түсінбеймін, шетелде жүріп бір нәрсе жоғалтуға болады. ұқыпты болу керек қой, телефон, паспорт, құжат дегеннің бәріне. Сен телефон жоғалтып алған ең ғой? Соны сап жерді Испаниядан, Жоғалтқан жоқ, мен просто уақытша қойып кеткен ғой. Уақытша ұрлатып алған. Зарядке қойып кеткен. 2 айдан кейін зарядкасы толып қайтып жібердім. Мигель, ананы зарядкаға қой дедім. Сөйтіп ана Убердің жоғалтылған заттары деген 2 айдан кейін мен паспортың деп тұрса. Таң қалмаңдар деш. Ол бірақ керек емес қой, енді болды. Мәселе паспорт жоғалтқанда мынау Лондонға бару керек. Мына видео шығып жатқан кезде, егер Эмирейтс стадионынан сәлем деп бүйтіп видео түсіріп тұрсам, онда бәрі ойдағыдай болды. Егер ондай видео болмай мен үйде қалып кетсем, онда мынаның барлығы бекер, оқиғаның барлығы. Сол Лондонға виза жасатып үлгеруім керек, Қазақстанға келіп паспортымды қалыпқа келтіруім керек деп асығып, біраз оқиғаға тап болдым. Вьетнам деген социалистік республика ма? Вьетнам деген социалистік республика. Осы ЖБ шоуда әңгіме айтып жатқан кезде тұздық болсын деп 1-2 видео түсірдім. Монтажда ерінбесе қоюға болады. Социалистік республика дегеннің енді көкесі. Бүкіл жер қызыл ту. Ерекең енді кеңес өкіметінде көріп үлгеріп қалған шығарсыз. Қызыл ту? Шет жағасын. Цервена звезда. Қызыл ту деген ауыл. Қып-қызыл барлық жерде. Сосын серп и молот. Кәдімгі кеңес өкіметінің туында тұрған. Тарт қолыңда советтік Вьетнамнан деген ғой. Сол әлі бар екен сондай. Вьетнам деген Американы жеңген. Қытайды жеңген соғыста. Моңғол империясын жеңген ғой. Құбылай хан кейін. Өздері сөйтіп айта ма, или шынымен жеңген ба? Қазір Американ қол астындағы штат емес қой, жеңген ғой. Тәуелсіз ел ғой. Білмеймін ғой. Жоқ, мынау совет өкіметі ғой, арашылап алып қойған ғой сол кезде. Сол кезде батыр бар екен. ақш-қа қарсы соғысқан Вьетнамның батыры Ли Си Цин деген.
сөйтсе ол орыстың Лисицин деген капитан екен ғой. Вьетнам болып соғысқан екен, мынау Америкаға қарсы. Неге соғысқанда оңтүстік Вьетнам мен солтүстік Вьетнам соғысқан. Ой, Вьетнам тарихын білемін, оның емес. Вьетнам танушы. Вьетнамда. Оңтүстік Вьетнам мен қонақта. солтүстік Вьетнам соғысқан, тура оңтүстік Корея мен солтүстік Корея сияқты параллельден бөлінген ғой, 17-ші параллельден. Бірақ Хо Чи Мин бастаған әскер халықтың қолдауына ие болып, оңтүстік Вьетнамды біріктіріп, бір Вьетнам қылып тәуелсіз қыламыз деген кезде Америка қосылған соғысқа. Америка қосылғаны Америка тарихындағы ең қате шешім болған. Мұхаммед Алидің бармай қоятын кезде. Маған вьетнамдықтар еш нәрсе істеген жоқ. Олар менің тәуелсіздігіме кедергі келтіріп отқан жоқ. Мен Вьетнамға барып соғысам деп Мұхаммед Али сол кезде айтқан. Рокки Бальбоа деген сол кезде шыққан. Көкпар шапқан, иә. Сол Рэмбоның киносын көрген. халық өте жауынгер халық. Америка атом бомбасы бар Америкаға қарсы дротикпен соғысып ұтып кеткен ғой онда. Жер асты бүйтіп қазылған нелері бар еді, сөйтіп бай. Үлкен туннель қазады. Соның ішіне вьетнамдықтар кіріп кетеді. Мына жері не сияқты ғой, воронка сияқты ғой. Шығатын жері тесігі кішірек та. Вьетнамдықтар сыйып кетеді, америкалықтар сыймай қалып қалады. Мына жағынан жылан жібереді, улы жыландар. Сөйтіп соғысты осылай партизан стилінде ұтқан. Өте бір ұйымшыл, патриот, социализм десе, Хо Чи Мин десе, жан беруге дайын халық. Ұйымшыл, патриот? Иә. Өліп отырады Вьетнам деп. Солардың ауызбіршілігін қазаққа берсін деп. Өте мен таң қалдым. Қазақ ауызбіршіл және қонақжай деп ойлаған едім, мына Вьетнам деген қатты озып кетіпті бізден. Өте шүкіршіл халық екен. Жағдайлары қатты жақсы емес. Социалистік ел, бірақ дамып жатырмыз. Вьетнам 2030 деген бағдарламасы бар екен. Оны бірақ 2050-де өзгертейін деп жатыр ма? Сол бағдарлама бойынша жалпы Вьетнам дамиды деп, Қытай сияқты дамып кетеміз деп отыр екен. Және Вьетнамның бір ұнағаны маған өткен шаққа көп көз тастай бермейді екен. Неге онда кімнің, Лениннің ескерткіштері көп? Оның қазіргі шағы. Ол әлі де социалистік коммунизмге ұмтылып жатқан ел ғой. Ленинді олар сол социалистік елді құрған бірінші басшы деп мақтан тұтады. Өткен шаққа көп көңіл аудармайды, көз тастай бермейді деп айтып жатқан себебім Америкамен дос. Біз Америкамен соғысып едік деп, оның алдында Францияның колониясы болған, 100 жыл соғысқан, бірақ француздармен де дос. Apple, Starbucks, KFC дегендердің барлығы жүріп тұр сол жақта. Себебі бізге Америкамен дос болу керек, біз аштан өлеміз. Неге ол жақта Нгуен деген фамилия көп? Әулет. 50% Нгуен ғой негізі. Әулет, Ким деген сияқты. Ким Цой деген сияқты, Нгуен деген кезінде басшы әулет болған, ру сияқты ғой бізде. Нгуеннен тараған. Нгуен тарамаған адамдар да фамилия алу керек болған кезде Нгуен деп жаздырған, себебі карьерам сол арқылы өсет дегендей. Кезінде 20 ғасырдың басында Нгуен болам деп. Нгуендер өте көп. Және бір қызығы, заң бойынша социализмді жамандауға болмайды деген, тыйым салынған. Сондықтан таксистермен сәл-сәл әңгіме айтып, мен бір апта ішінде вьетнамша үйреніп болдым ғой. Орысша біле ма кішкене? Жоқ, орысша білетін адам жоқ. Үлкен кісілер кішкене білет. Мектепте оқыған. Теледидарларынан көрсеткен радио орысша, кеңестік пропаганда болған. Солар орысша сәл-сәл түсінеді, бірақ жастары вьетнамша және білетіндері ағылшынша сөйлейді. Бірақ елін жамандамай деген. Таксистердің бір қызығы. Жайлап сұрап отырмын ғой, күнкөріс нашар. Орташа айлық 80 мың теңге. Жайлап әңгімеге тартып, десем, болмайды дейді. Енді мәселе былай. Вьетнамның Фукок деген аралы бар. Фукок деген аралда Wyndham Grand деген 5 жұлдызды қонақ үй бар. Керемет. Демалыс деген қазір Вьетнам деген дамып жатыр. Мен қаңтар айында демалам деп жоспарлаған жоқ едім. Лондонға бару керек, тыныш отырып, Лондонға жетіп алайын, тағы бір жаққа барып, бір бәле болып қала ма деп. Дегенмен отбасыма уәде етіп қойғам, оған қоса демеуші кісілер шығып, барып көке семьямызбен демалып қайтыңыз, бәрін ұйымдастырып береміз деп, 5-іне таңертең хабарласып, кешке Вьетнамға ұшып кеттік. Ойда жоқта. Ойда жоқта. Вьетнамға барамыз, керемет енді. Ой, бұл 5 жұлдызды қонақ үй, тамағы дайын, анау оңтүстік Қытай теңізінде шомылып, бір апта демалып, қайтар кезде негізі адам сөзіне абай болу керек екен. Мына бір апта аз болып қалды, үйге қайтқым келмей тұр, үйге барсам қайтадан суық, қар жауып жатыр. Қазақстанда мына Вьетнам деген жақсы жер екен. Кішкене тағы бір апта жата тұрсам қалай болар екен деп өзім қиялдап, келіншегіме айтып жатқан кезде заттарымызды түгендейін десек, паспортым жоқ. Паспортсыз
қиын екен. Мен ойладым, паспортым жоқ, жарайды, барам да Каспийден көрсетіп аға көке өткізіп жібере салыңыз. Мен Қазақстанда Ермұхамед Мәуленнен басқа бәрі таниды, танымал комментатормын. Вьетнам қарашы, бұл қазақтың баласы деп айтқан мен деп бір бәле келісіп кетемін деп ойладым енді. Түркіменстанбыз ғой. Паспорт болмаса ешкім емес екенсің. Паспорт болмаса енді самолетке қалай отырады енді? Кеденнен қалай сол Фукуок аралынан бұл Ханойға келу керек болған ғой. шорт қылып жібереді екен ғой адамды. Арасы 1200 шақырым екен. Сөйтіп паспортым жоқ, әйелімді қызыммен Алматыға жіберем, отырғызып жіберем рейске. Ол менің чемоданымды алып, оған қоса анау манго ағамыз үйдегі таратамыз деп, бүкіл заттарды келіншегіме артып, ол байғұс қиналып аман есен қызыммен жетеді. Мен мына жақта қалам, айтам, қазір мен шешем бұл мәселені деп. Отельге барамыз, бүкіл персонал болып іздейміз. Не үшін мен паспорт жоғалттым? Үйімде әйелім мен қызымдікі бар паспорт. Мен кішкене өзімнің сәл бір жерім жалақ байлығың бар ғой. жалақ байлығым бар, одан қоса Бәлеқорлық жасаған жоқсың ба? Ау? Бәлеқорлық жасаған жоқсың ғой? Сәл андай Сендер ұрладыңдар. затқа мұқият емеспін негізі. Өзім көп нәрсе жоғалта беремін. Салақтық десей? Салақтық деп айтамын оны. Олақтық дейікші. Олақтық. Жоқ, енді жаман сөз емес қой. Жоқ, салақтық Бар дейін ғой кір бізде. адамды айтады ғой. Салғырт қарайды да енді көп нәрсеге. Мұхаммед Салақтық. Иә, Мұхаммед Салах, в общем. Сөйтіп заттарым жоғалтып алатынын білем, бірақ Эль Классика болмай ма? Вьетнамда жатқан кезде. Ол жерде түнгі сағат 3-те басталады Эль Классика. Отельде көрсетпейді екен. Ол жерде нені көрсетеді анау? Телевизорлер, Саудия Про лигасын плазманы екен, біз кім кәдімгі ол жер отель дамып кеткен ғой. Рекорд деген. Халқынкі сондай. Да. Отельдің ішінде дамып кеткен кәдімгі деймін. Сөйтіп телевизордан таппай спорт барға барам деймін. Спорт барға барып Эль Классика көремін деп, жолдайын түнгі сағат 3-те, қайтқан кезде таңғы сағат 5 біреу тоқтатып қалса, паспортым сұрайды ғой деп, өзім сол паспортымды алмайын ба өзіммен бірге. Алған кезде қалтама бүйтіп сақ қойсам да болады ғой. Түнде бәрі көрсін, мынау қазақтың баласы екен деп, паспортты былай алып жүргенмін. Өзіммен бірге, қолыммен бірге. Білмеймін қайда жоқ, тастап кеткенімді. Сол Эль Классика көріп, эмоция болып, анау Венисиустың голына қуанып бір жерде Кафеден барып сұрамайсыз ба? бүкіл жерден іздедім. Барлық жерден іздедім. Барған жерінің бәрін көрдім. Ортасында дәріханаға барған, оны да көрдім. Таппадым сөйтіп. Мусорка. Оны көрмеппін. Барып келейінші қайтты. Сөйтіп келіншегімді жіберем Алматыға. Өзім бірден не істеу керек енді, паспортым жоғалды. Сразу ішке кірдім. Демалыс арқа жан. Сөйтіп келдім десем, оқиға сондай болса, я. Сөйтіп паспортымды жоғалттым деп елшілікке хабарластым. Елшілік көмектесіп жіберуге дайынбыз, келіңіз деп. Мен ойлап қоям, үйдегілерге хабарласып қойдым. Болды, елшілікке хабарластым, мен ертең жаңа паспортпен келетін болдым деп. Өтте бір романтикалық көзқараспен айтқан екем. Себебі бұл бір күнде емес, 2 күнде емес, кемі бір аптада шешілетін мәселе екен. Сөйтіп, елшілікке хабарлассам, полицияға барасыз, Фукуок қаласының полициясына. Ол жақтан паспорт жоғалттым деген хат білесіз дейді. Арыз жазасыз. Арыз жазасыз, паспорт жоғалттым деген. Сол кезде бүкіл Вьетнам социалистік республикасының ішкі жан дүниесімен толық таныстым. Вьетнам қандай екен. Министрлігі деп айтамыз. Себебі отельде менің көрген өмірім ол картина екен, ол бутафория екен, ол жоқ ондай өмір. Ол утопия. Кәдімгідей отельден 10 километр ары шыққаннан кейін нағыз Вьетнам қандай екенін сол кезде сездім. Бір жағынан ұнады, себебі халқы бөлек екен Вьетнамнан. Таксиге отырдым. Халқы негізі тайландстер екен десе. Тай халқы екен дей ме? Таксиге отырдым. Нгуен деген таксист, Том деген жігіт. Таксиге отырсам, сұрайды ғой енді, неге полицияға бара жатсың деп. Оның сәл-сәл ағылшыншасы бар. Менің сәл-сәл ағылшыншам бар. Екеуміз әйтеуір крокодил болып бір-бірімізбен сөйлесіп отырмыз. Go to the city, I need police деп қоямын. Ол why деп қояды. Бәрімізбен әйтеуір ағылшынша сөйлесіп отырмыз. Сөйтіп айтады маған, не үшін саған полицияға бару керек дейді. Соны айттым, осындай паспортын жоғалтып алдым деген. Онда сені қазір полиция қабылдауы қиын болады. Ол жақта бәрі вьетнамша сөйлейді және белгілі бір бөлімшеге кіру керек. Мен сені апарам дейді соған. Полицияға барам. Қазір мына жақта күте тұр, машинемді паркингке қоям деп. Машинесін парковать етеді, маған келеді. Екеуміз полицияға барамыз. Осындай жағдайымды түсіндірем. Күте тұр дейді. Ана жігіт айтады, мен сенімен бірге күтем дейді. Мен айтам, сен жұмысың бар ғой, такси қызметтесің ғой дедім. Саған көмектесу менің адамдық борышым дейді. Мен сені Қазақстанға жеткенше
осы мәселе енді менің мәселем, саған көмектесем дейді. Бұл сонда жаңағы социалистік идеологияға анау уже адамдық борышы Қанық плюс болды. 1000 бат қой, 1000 баттай беру керек та. адамдық борышым плюс қанша ақша болды? Халқына еңбек қыл деп. Бірде-бір тиын алмайды менен. Мен айтам, Қағаз ақша керек та оған просто. мен саған көмектесем деймін ғой. Донг қой жақта, Вьетнам донгы. Донг. Мен саған көмектесем деймін, ол айтады, еш нәрсе керек емес, сен маған Донгидо. ақша берсең, мені ренжітесің дейді. Менің бұл адамдық парызым, сен туристсің, бізге қонақсың. Ренжітші дедім. Қоймайды. До определенной суммы деймін. Үстіме ақша шашып, өртеп жіберші мен дедім. Ол жерде ақшамен шапшы. Маған көк дейін керек жоқ, мен саған көмектесем дейді. Біз деген таңертең бардық, ортасында обедіне түстік. Суретке түсу керек, не жасау керек, арыз жазу керек, печать алдырту керек. Соның барлығымен кешкі сағат 5-ке дейін ол жігіт Жолықтырды ғой, бір құдай жолықтырды сен ол кісіні. көмектесіп жіберді. Кейін бірақ мен Ханойға барғанда екінші таксист та сөйтіп көмектесті да. Соған қарағанда Бәрі бүкіл сондай ма деп таксист қалдым. сондай ма? Bir жағынан қорқынышты да деп. Таксисттер аэропорттан сындырады. Бүкіл елдің қандай екенін таксист арқылы. Официальный такси деп пе? Бүкіл ел, мысалы, бүкіл Вьетнам халқы мен үшін қазір сонда аяулы болып тұр да, сол таксисттің арқасында. Бет бейнесі болып тұр. Көмектесіп жіберем дейді. Анау таксист сөйлесіп отыр, кешкі сағат 5 болады. Ертең дайын болады дейді қағазын. Номерін ақ балдың ба таксисттің? Ертең дайын болады қағазын. Таксисттің нөмірін ақ болады полицейский. Мына кісіге хабарласамыз дейді. Таксист айтады, сен нөміріңді бер маған дейді. Оларда WhatsApp деген жоқ. Өздерінің приложениясы бөлек. WeChat деген. Менің нөмірімді ақ қалады да, айтады, мен саған ертең хабарласам, қағазды бірге алып кетеміз, ертең дайын болады дейді. Менің жоспарым бойынша 5-те қағаз дайын болады, кетем деп ойлап отырмын ғой. Таксистке айтам, көмектесіп қазір маған печатьны қойып берші, беретін ақшасын берем деп. Ол айтады, ондай деген жүрмейді. Заң бойынша ертең дайын болады, ертең келеміз. Мәссаған, мен бір күн не істеймін деймін. Отельге апарып тастайын онда сен дейді. Отельге барамыз, нөмір жоқ. Болды. Отельде мен бір апта бойы ханзада болып жүрген адам едім, кімсің, әлегесің деп. Бірден бомжға айналдым. Бірден бомж, нөмір жоқ. Сені ол таксист сияқты адамдар жұмыс істемейме сонда отельде? Енді нөмір жоқ, не істейді олар маған? Нөмір жоқ, бізде Қайттан бронировать етпейсің. көмектесе алмаймыз. Сол бос орын жоқ дейді. Сезон қызып жатыр дейді. Таксист айтады, мына жерде жақын жерде хостел бар. Соған барайық дейді. Хостелда жаттың ба? Хостел дегені анау комплимент анаған бар ғой. Мынандай 1-1 метр төсектен басқа еш нәрсе жоқ. Соған, бірақ Вьетнам қымбат ел емес. Суретке түсіріп алдың ба хостелдің ішін бәрін? Иә. 20.000 теңгеге бір күнге алдым сол хостелда. Сөйтсем, ана таксист айтады, сенің қарның ашқан шығар, жүр, тамақ жейік. Қарын атқа барып қайтайық. Бір күн бойы тамақ жемедің ғой дейді. Мен айтам, мен балық етін жемеймін деймін ғой. Ол айтады, не үшін, бір аллергия бар ма, не үшін дейді. Жоқ, маған балық ниеті ұнамайды деймін ғой. Мен қайдан білеймін, бір аптаның ішінде балық ниеті 3 күннен кейін қарын ашқанда бамбуктың қабығын жеп кеттік қой ана жерде. Өзінше балық ниетін жегенде. Фобо деген бар дейді немен, сиыр етімен. Барамыз, екеуміз тамақтанамыз, әңгімелесіп, анау-мынау кімсің, жасты құрдас екеуміз 95 жылға. Шотты өзің төледің деп айтшы. Шотты таксист төлейді ғой. Ой, бұл. Айтады, маған дейді, кеттік ай Вьетнамға. қонақсың сен дейді ғой. Такси нөмірін бер мынаған. Сөйтіп, екеуміз тамақ жеп болып, ол мені қайттан отельге әкеліп тастайды. Отельден өзім төлеймін, бірақ ол жігіт тауып берген 20.000 теңгеге сезон кезінде нормальный екен анау. Бірақ еш нәрсе жоқ енді. Душы да жоқ, еш нәрсе жоқ. Төсек болды, мен ұйықтасам болды, өзім арша өліп тұрмын. Сөйтіп ана жігітке айтам ғой, Том деймін, бауырым, бір күн бойы жүрдім енді. Жұмысында қалдым. Біліп тұрмын, ақша алғым келіп тұрған жоқ менен. Бәрін түсініп тұрмын. Рахмет деймін ғой, мен ырза болдым саған. Бірақ телефонды қайтаршы дедім. Бірақ мен де саған разымын. Қолымнан келгенше мен саған рахметімді айтайын дедім де. Сумкамда 200.000 Вьетнам донгы жатыр екен. Аямадым ана. Санасы отырғым келмеді. 20.000 бердің ба? 100.000 бар. Жоқ, 200.000 Вьетнам донгы қазір айтам. Алдында от душыйнан бердім. Рахмет саған дедім. Түрі бұзылып кетті ана. 200.000 деген қанша ол біздің теңгемен? Түрі бұзылып кетті ана. Спойлер болып кетеді ол. Түрі бұзылып кетті ана жігіттің кішкене. Мен айтып қоям, бауырым, 2000 теңге ғой. Қазақтар жомартпыз деп па? Біз жоқ, мен от души беріп жатырмын саған. Мен паспортымды жоғалтқан, мен ақшамды жоғалтқан жоқпын деп ше. Паспортыңды алдың ғой жаңа несі? Жоқ, полицияға барады ғой қағаз береді әлі, паспорт емес, жоғалтты деген. Белый. Сөйтіп, анау жігітке қарасам көңілі түсіп қалды да кішкене.
Мен ойладым, ақша бергенге ренжітіп қойдым ба, бұлардың бір мәдениетінде бір нәрсе бар шығар деп. Соның төсекте жатқанда ары ойландым, бері ойландым да, сонымен кеш қасыма жатшы дедім ба. рахметімді айтайын деп. Конвертациядан қарасам 4.000 теңге екен. Ой, 200 мың Вьетнам донгі. А мен миымда 40 мың деп ойладым мен. 40 мың беріп жатырмын деп ойладым да, от душинан сата салдым. Вьетнамда 40 мың теңге нормально ғой. Мен көз айлық 80 мың. иә, бір күнде мен от души 40 мың теңге беріп отырмын. Сөйтсем ол 4 мың теңге екен. Мен нөлден шатасып кеттім. Анау құны жоқ енді. 1 миллион Вьетнам донгі 20 мың теңге. Анау 200 мың Вьетнам донгі 4 мың теңге екен да. Сөйтіп Томға жазып жібердім, Том бауырым ұйықтап жатқан жоқсың ба деп. Ол айтады, жоқ дейді, ертең келесің ғой, сол кезде мен саған тағы да рахметімді айтып жүремін, осындай шатасып қалдым деп. Ертеңіне уже $100 беріп, кішкене нормально құтылдым ана жігіттен. Айтқан шығар. Бір күн бойы айтқан шығар, түні бойы, бір қазақ бар екен, пидар 4 мың теңге берді маған, мен оған еще тамаға бердім. Бір күн бойы жүрдім деп. Сөйтіп ертеңіне маған жазады, полицияға бармай қой, мен өзім әкеп беремін саған дейді. Ана полицейскийлер мен нөмірімді алып алды. Кешке кел, Акбет, сен барып пляжға жатып демала бер дейді ғой. Мен пляжға барып демаламаймын ғой, қайта звондап қалама деп. Бір сүңгіп келем, бір қарайым, бір сүңгіп келем, звондамайды ешкім. Қойшы мақұл, тағдырға тапсырдым деп барып пляждан терең жағына барып шомылып келдім, депрессиямды құртайын деп, айғайлап, море деп ән айтып күшті болып. Кейсем 48 пропущенный тұр екен. Кейіп тұрмын мен құжатыммен деп. Сонымен құжатымды алдым. Енді сол құжатпен елшілікке баруым керек. Сол елшілікке хабарласам, полициядан қағаз алдым. Қазір 1-2 сағатта кеп қалам таксимен десем, олар күледі маған. Күліп отыр олар. Елшілік қай жақта деймін, Ханой қаласында дейді. Жарайды, мен Том деген досым бар, қазір келем деймін. Сөйтсем, мен Фукок деген аралдамын. Арал. Ханой деген 1200 километр. Шардара мен Астана сияқты арасы. Ортасында оңтүстік Қытай теңізі. Сол айтам ғой, жүзіп өту керек. Машинамен еще. Машинамен, таксимен бара салам деп қоям. Бәсе мысқылдап. Сонымен самолетке билет алдым. Самолетпен барам дедім. Самолетқа билет алайын десем, паспортым жоқ. Билет алуға болмайды екен ғой самолетпен. Елшілікке звондап, багажный отсекке кірдім біз. Консулға звондаймын, не істеймін десем, паром жүреді дейді. Ертең паром жүреді, четверг күні 36 сағатта Құдай қаласа жетесің дейді ол. Мен ертең келем деп айтып қойғам үйдегілерге. 36 сағат деген 1,5 тәулік. Сонда да тәуекел дедім де аэропортқа бардым. Том деген жігітке айттым, жүрші аэропортқа деп. Аэропортқа барам, осындай қағазым бар, жоғалттым. Баруға бола ма Ханойға десем, болады дейді. Бірақ елшіліктен бізге хат керек дейді. Қазақстан азаматы осындай документті жоғалтқан, ұшуға рұқсат береміз, елшілікте күтіп аламыз деген хат жіберсін дейді. Полиция көмектесіп жатыр барынша. Жағдайым түсініп, көмектесіп керек. Мынаны өткізу керек бір нәрсе қылып деп. Том көмектесіп жатыр, полиция көмектесіп жатыр. Соң елшілікке хабарлассам, біз енді қазір жібере алмаймыз қағазды. Жұмыс уақыты бітіп қалды, ертең жібереміз дейді. Ертеңге қайттан қалып кетейін деп тұр ғой. Сонымен полицияға айтадым, ертең жібереміз деп жатыр, не істеймін десем, фотошоппен істей салсай дейді. Союз кезінде коррупция болған деген рас екен, Ақша алатқан жоқ қой, коррупция емес қой бұл. Кәдімгі көмек қой. Көк дейін алатқан жоқ менен. Кәдімгідей жан ашып отыр да. Мына жігітті жіберейік деп. Сонымен жайшыққа жібердің бе? Жоқ, фотошоппен істейін деген кезде елшіліктегі ағаларға да рахмет. Олар да қазақтың баласын қалдырмайық деп, жұмыс уақытына қарамастан, болды қазір мен офиске барам деп, сол Қазақстан Вьетнамдағы елші ағамыз жіберді маған қағазды, сол 2 аралықта. Сөйтіп, ана қағазды алып, Фукоктан Ханойға ұшатын болдым, аман есен. Томға рахмет айтып, бауырым деп, Қазақстанға келсең күтіп алам деп. Және ол Қазақстан туралы сұрайды ғой менен, қандай ел деп. Мен енді мақтаймын ғой Қазақстанды. Анау Вьетнамда жүрген кезде патриот сезіміміз қатты ашылып кетеді екен. Бізде алақанмен төлеуге болады. Бізде дамып кеткен. Мынандай ақша ұстамаймыз біз, қағаз ақша. Перевод деген бар, телефоннан анаған қызық қой бәрі. Сол айтады, менің арманым Қазақстанға бару дейді Том. Мен айтам ғой, не үшін Қазақстан деген? Мен өмірімде қар көрмегем дейді, қар ұстап көрмегем. Сендерде қар бар ма дейді. Пакетпен саж бердім бе Бексұлтанға? Арманына жет дедім бауырым. Қазақстанға кел, қар ұстатқызам саған дедім. Сөйтіп, Фукоктан Ханойға отырдым, полицияның қағазын сабағам. Қолым бұлай, төс қалтамда. Міне, әнұран.
сәл мысық кетемін, қолым түсіп кетеді, оянып кетемін. Анау қағазды жоғалтсам біттім ғой, болды ғой. Бір нәрсе жоғалтсам бітті, ана жерде қалайын деп тұрмын ғой. Енді маған есептеу кетіп жатыр ғой, мен Лондонға үлгеруім керек. Лондонға үлгеруім үшін мен 29-ына болуым үшін 20-сына Қазақстанға келуім керек, 9 күн бұрын. Дос деген жігітке хабарласам, визаға жауапты Дос Мұхаммед деген бүкіл Қазақстанның визасын жасайтын жігіт. Бүкіл Қазақстанды ұстап тұр. Есептеп отырмыз екеуміз. Дос деймін, мен деген 15-іне келем, Құдай қаласа, үлгерем ба деймін. Үлгере сәлеке дейді. Бір сағаттан кейін звондаймын, дос 15-іне келе алмайтын болдым, 16-сына келем, үлгерем ба дейді. Аяқ жақында, дос мен 20-сына келем, үлгерем ба деймін. Екеуміз саудаласып отырып қойып, мен ана күннен күнге түсініп отырмын ғой, бұл процедура ұзаққа қалып кеткен. Үлгеріп келгенмен ана посольство бермей қойған айтсай саған. Мың фунт стерлинг ұшты ма? Иә, сонымен Лондонға супер приорити деген бар екен, 1000 фунт төлеп, 700 мың теңге төлеп, сонымен үлгеретін болып жатыр қайтер. Дос үлгерсек болды, мынау Фонтим арнасынан ұят жіберіп жатыр. Режиссер, оператор бәрін таңдап қойғанбыз, бәрі күтіп отыр деп. Паспортында сонда бірақ печать тұрмай қазір. Печать жоқ қой. Енді Алды ғой. Қазақстанға келіп алды ғой. Мен Ханойға барғанда, Ханойда маған паспорт бермейді. Ханойда маған Вьетнамнан шығуға рұқсат деген қағаз береді. Сол үшін бара жатырмын мен Ханойға. Ханойға жетем, 3-ші күні аман есен. Ханойға жетіп, елшілікке барам. Елшілікке барсам, ортасында бір обед ішіп алмайсың ба? Негізі әңгімелердің арасында мүлдем қарның ашып кетті. бір фобо ішкем, қарным ашып быт-шыт болып кеткен, бірақ ана стресстен сезбеймін ғой. Бірақ бір жағынан арықтап отырмын. Бір жағынан қарым кетіп қалған, бірақ анау Вьетнамның тамағы мына жерде тұрған, иісінен, балық иісінен, бір апта жедім ғой. Балық иісінен, креветка иісіне шыдай алмаймын. Қазақтың кәдімгі мынау Қамыр ауқат, картошка аңсап кеткен ғой, картошка жейші. Картошка жоқ па не уақытта? Аны батат дей ма, бір нәрсе. Бір әйтеуір ең құрығанда кәдімгі пицца жейін десем, пицца на кокосовом масле дейді. Пицца баундимен жеп отқан сияқты, кокос қосылған. Бәрінің әйтеуір дәмі специясымен басқаша болып кетеді. Батат жесең батпайды десей. Тамақ батпай жатыр. Сөйтіп Ханой қаласына келем, елшілікке барам. Елшіліктегі кісілер жақсы көмектесіп жүреді. Енді қазақтың баласы келді максимально. Сөйтіп қағазды берем. Максимально қазақтың баласы дейді. Максимально көмектесіп отыр. Сөйтіп қағазды берем, полициядан Фукоктан алып келген 3-4 суретке түсіп кел дейді. Сөйтіп таксиге отырсам, таксист мені аэропорттан алып келген таксист. Әлі сол жүр ма тоже? Жоқ, Ханойда, басқада. Иә, аэропорттан алып келден елшілікке. Оның аты кім? Оның аты есіме шығып Жанкелер біліп отырсың, Оның аты бір Дон деген сияқты бір. Сондай аттар қысқа болады екен. Томның нағашы ағасы Дон ғой. Дон деген бір кісі. Дон. Мені Ханойдың аэропортынан елшілікке дейін апарады. Сөйтіп мен 3-4 суретке түсем деп елшіліктен шықсам, ана таксист әлі тұр. Бір көмек керек болып қалатын шығар деп күтіп отырмын сені дейді. Базар жоқ сендер таксисттер, жұмыстарың жоқ па, заказдарың жоқ па сендер, немді күте бересіңдер деп. Екеуміз 3-4 суретке барып келейік деймін ғой. Екеуміз іздейміз ғой. Анау бір сөз білмейді ағылшынша. Екеуміз таппаймыз 3-4 суретке түсетін жер. Бүкіл қалада әшейін жүрміз ғой. Басқа таксист болмадың ба? Білмеймін, анаған сеніп отырмын ғой өзім. Ханойда елдің астанасы емес бұл. Иә, андай жоқ фотоға түсетін кәдімгі. Енді бар шығар, таксист білмейді. Сол жерде идея кетті десе фотосалон ашам деген. Сөйтіп фотосалон көріп қалам ғой жолдан. Анаға стоп, фото десем түсінбейді оны. Элементар нәрсені. Ойбай, переводчикпен пока тоқта фотосалон мына жақта фото деген аударылмайды ғой. Бүкіл тілде сол. Вьетнамша сол фотосы аударылады екен ғой, топо екен ғой деп. Екі сөз былай аудара саласыңдаршы. Сөйтіп анаға переводчикпен айтып едім, өтіп кеттік. Әйтеуір бір нәрсе қылып жеттік соған. Жетіп фотоға түсем 8 сурет шығар деймін ана кісіге. Өзі керегі екеу-ақ. Мен 4 қалтама салып алайын екеуде. Мен біліп тұрмын ғой өзімді, паспорт жоғалтқан адам апасына. Фотосалоны Вановкадегі бір 2003 жылғы Евразия фотосалоны болып тұрған. XP 98 деген ашылады, жүктеледі. Фотошопы, фотошоп 96 деп тұр ма бір бөледі. Деп загрузка жасалды, түрімді бүйтіп. Қалай? Деп. Сөйтіп, бісміллә, шықса екен фотом деп. Фотом түсіріп бердім. Шығарды 8 фото, 8 қалтама салып алам деп. Ақшасын төледім. Елшілікке барам. Тимур деген жігіт. Скорашеватлап келді мен ба? Примерно сөйткен ғой. Түсіп келдің ба дейді. Түстім десем, әкесі фотоны деп. Қалтама қолым салған фото жоқ. 4 қалтама салған фото жоқ. Бәле, Тимур қарайды.
сен паспорт жоғалтасың, фото жоғалтасың, немне бәле адамсың сен деп. Мына өзің жоғалып қалмайсың деймін. Иә, немне болып кетті мына. Иә, алып кеттім анаған. Позор ғой мен. 3 күн бойы хабарласқан ғой, келем, дайын отырыңдар, бүкіл документ жасап, мен келем деп жүрген адам, фотом жоқ, фотомды жоғалтып алғам. Қалай жоғалтам? 8 штук шығарғам, немне бәле. Өзіме жынданып отырмын, өзімді боқтап отырмын. Шықсам ана таксист күтіп отыр. Тағы көмек керек па дейді. Жүр қайтта фото салып, қайттан түсеміз. 8 фото қалай жоғалтып Сөйтсем, ақшасын төлегенде 8 фотоны алмай тастап кеткен ғой сол жерден. Тұр ғой бүйтіп шеше, жайылып, әлімжан асқар болып 8. Басың неғып ұмытып кетпедің? Сөйтіп Деп ұрысатын еді ғой мектепте неге барам? мұғалімдер. Сен туралы екен ғой. Фотоға барам, банкке барып, нені төле дейді ғой, консульский сбор. Банкке барсам, обедтер қызық екен, 12-де басталады екен. 12-ден 1:30-ға дейін. Және социалистік ел болғаннан кейін ба, бүкіл жерде обед екен. Бәрі жабылады. Кәдімгі тәртіп бойынша 12-де обедке түсіп қалдым. Сөйтсем таксист айтады, обед қой, бар тамақ ішіп келейік, мен саған фобуға беремін дейді. Мен балық жемеймін деп қоямын. Ол айтады, жүр мен саған говядинамен, сиыр етімен әперемін. Соң ол да той. Бұған енді уже білдім уже. Уже ол қызметі болғаннан кейін, брат, рахмет деп 2 миллион донгын бердім оған. Оның алдында ұят болған жоқ. Мынау жақсы қазақтың қол ашық жігіт екен ғой деп. 2 миллион деген ғой. 40 мың теңге ғой жаңа. Мақтап отырған шығар ол да, қазақтың қол ашық жігіті 40 мың теңге тастап кетті деп. Сөйтіп бүкіл құжаттарымды тапсырам, қабыл алады елшіліктен. Енді оны істеп жатқан консул, елші бар кәдімгі, үлкен кісі, бастық кісі, Қанат деген аға, көп рахмет, көп көмектесіп жіберді. Кабинеті жолғайық дейді, кабинеті бөлек. Барсам, Сен танып жатырмын олар? мен анау Мексикадағы елші аға бар, Әлмұрат деген аға. Соған хабарласқан ғой. Әлеге көмектесіп жіберіңіз, Вьетнамда қалып кеттім дедім. Ол Вьетнамдағы елшімен таныстырып жіберді, байланыстырып жіберді. Сол Әлеге, Қанат аға, Тимур дегендер аман алып қалды әйтеуір мені Вьетнамда. Сөйтсем, барсам Қанат аға Қазақстан ұлттық құрамасының медиа офицері келді, баспасөз хатшысы, күтіп алайық деп сыйлығын дайындап, кәдімгідей қабыл алды ресми. Мен болсам 3 күн тамақ жемегем, аузым өртеніп жатыр, су ішпегем, шашымнан маяғы жатыр, киім, еще аяғым етікпен жүрмін ғой, мен Алматыға етікпен барам деп, неде Вьетнамда шуаш сасып жатыр. Соны бардым, ресми кездесу болып, жартылай ресми танысып, сөйтіп ертең құжат дайын болады деді, жібердім. Сөйтсем, ол құжат дайын болғанымен, оған Вьетнамның миграция полициясы печать басу керек екен. Ол 5 жұмыс күнінде басылатын нәрсе екен. Ол ертең басылуы мүмкін, ол 2-ші күні басылуы мүмкін, 3-ші күні, бірақ максимум 5-ші күні. Таза социалистік ел. 22-сіне. Мен 22-сі никак үлгермеймін. Мен 20-сына дейін Қазақстанға келуім керек, Лондонға баруым үшін. Құдайдан тілеп отырмын. Үлгеріп қалайық анау деп, ағаларын сұрап жатырмын, көмектесіп жібер деп. Сөйтіп енді не істеймін енді десем, амал жоқ, күтесің, ертең жұма, одан кейін сенбі, жексенбі, дүйсенбіге дейін күту керек деп. Отельге барып, рахаттанып, демалып жата берді. Бір жақын жерде отель бар екен. Барсам, неше десем, миллион донг, 20 мың теңге. Хотя бы душы бар ма деймін ғой. Хотя бы душы бар ма десем, душ жоқ дейді. Не отелі ғой, душ жоқ? Не бәлем отель деп. Сөйтіп, отельге барам, душы жоқ деп. 20 мың теңгесін төлеймін. Тиктоктан ал бүйтіп. Пакетке су толтырып қойып қойып, тез жер шомыладыңдар ғой. Миллион просмотр жинайтын. Сол рас екен ондай. Сөйтіп барам, 20 мың төлеп, отельге барсам, дәу номер. 6 звезда, анау мен 5 звездам қақпетті ана жерде. Мына жерде үлкен холл, диван, рабочий стол, ЖК телевизор, үлкен балконымен, бөлек жататын төсегі, бөлек бөлме. Мына жерде кухнясы бар. Үлкен анау 20 мың теңге. Немене бәле анау неғып душы жоқ десем, кірсем ішінде ванный, джакузисімен. Маған түсіндірген ғой, душы жоқ, бірақ ванный бар деп. Мен түсінбеген ғой, хотя бы умывальныйға барма деп қоямын ғой. Сөйтсем, үлкен ана 20, мен ойлап қоймын, мен мына жерде қалай берсем болады екен ғой негізі. Лондонды көреміз ғой енді амандық болса. Тастыра бересің ғой? Рахат қой, анау дәу, мен видеосын түсіріп бердім. Арнайы кухнясы бар екен. Кухняны көремін де қуанып кетем, себебі 3 күн нәр татпағам, барып тамақ жасаймын деймін ғой. Тамақ жасауға бола ма? Болады дейді. Рахат. Несіне бардым, магазиніне бардым. Енді коммунизм ана жер. Кола 0,5 180 теңге тұрады ғой. 10 Вьетнам донга. 9 Вьетнам донга. Социалистік елдегі коммунизм бізде өте арзан бәрі. Нан деген бір 150 теңге тұрамды ғой біздің ақшамен ше примерно.
сонымен бір 5.000 теңгеге 2 пакет продукты жинап аламын. Картошка, сәбіз, пияз, Бұған ет, кез оятшы. ет, пияз. Бәрін заказ беріп алам, пакет қып. Бірақ май таппаймын ғой. Майлары андай оливковый масло, кокосовый масло, күнбағыс майы жоқ. күнбағыс май, сон sunflower oil деп айтам. Түсінбейді, ондай жоқ бізде дейді. Не бәле деп. Ол мен тамақ болмайды ғой жасаған. Қалай оны бәрін алған майсыз не болады ол деп. Сөйтіп, хотя бы бір неде бір вьетнамский жазумен бір май тұр екен. Хотя бы мынандай май бар ма десем, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мақұлдаған халал май деп тұр. Вьетнамда ма? Мен ойладым, шеше с ума схожу уже дедім. Есімді ауысып кетті мен. Қуып отырмын уже деп ше. КМД-ның значогы тұр. Бір нәрсе майдың аты тұр. Халал деген үлкен әріппен. Қайттан қараймын. Шынымен де Республика Адыгея Российская Федерация производства деп тұр. Бірақ КМД-ның значогымен. Анау майды алам, келемді картошка басам. Анан жеп жылаймын ғой, мә, Қазақстан үйге келгендей болам ғой. Үйдің иісі шығады. Жеп, мәз болып, уже кішкене стресс кете бастады, принятие. Иіс шығарып, әруақтарға кішкене Құран оқып, тілеуім тілеп. Сөйтіп, адраспан пятница, жақтым, суббота, воскресенье сөйтсем олың аша екен деп. отельде жаттым кәдімгідей. Енді кәдімгі қабылдадым. Мен Ханойдамын, Вьетнам Социалистік Республикасының астанасында демалайын деп. Почтаға бардым. Ютубқа кірдім да Қанай бидің әңгімелерін тыңдай бастадым біз жырларын. Қанай дегенде би еске түсе ма? Кетті лақты деген еске түсе ма? Ханой дегенге Қанайға сен анан айтыпсың ғой. Сөйтіп демалам. Суббота сені көрем, не почтаға барам, Хошимин алаңына, Лениннің статуясын көрем, кәдімгі социалистік ел. Дискотека болмаймен кешке парктерде? Болады екен. Қала шалбар киіп билей ма? Білмеймін, бірақ кешке шығуға қорықтым. Бір нәрсе болып қалса, паспортым жоқ, тыныш отырайын деп. Күндіз демалып, кешке YouTube қарап, осы жұбы шоу қарап демалдым. Рэкетир деген. Сөйтіп, понедельник күні хабарласады, документіңіз дайын деп, дұға тілектеріңіз қабыл болды деп. Жүгірем, документтерімді алам. Сөйтіп, шүкір деп билет алайын десем, билет жоқ қой Алматыда. Ханойдан прямой жоқ. Дубайға бір жаққа кете берсе? Болмайды екен ғой сол. Паспорт жоқ. Маған пересадка болмайды екен. Менің құжатым тек Вьетнамнан Қазақстанға ғана арналған. Ортасында Стамбул пересадка деген болмайды. Енді қалай жетем десем, қайтадан Фукокқа барасыз. Фукоктан прямой тұрасыз дейді. Первый рейске Фукокқа билет алам. Фукокқа келем, Том күтіп тұр. Бауырым, қазақтың жалауымен. Томның тірлігі жоқ қой. Алматы деген ресторан бар дейді. Сойға жүр дейді ғой. Қой? Фукокта Алматы деген ресторан. Апарат Алматы деген ресторанда бауырсақпен күтіп алады ғой. Қазақтар ма? Жабылып қалған. Иә, қазақтар Алматы деп ашып алған. Мықты жүріп тұр бизнестер. Қақ ортасында. Бауырсақ жеп жатырмын да, бірақ мен енді сорпа ішкімге отыр ғой. Анау шаршағам. Сонан құдай-ау деп, анау жабылып қалған ресторан. Просто біз келді екен деп бауырсақ пісіріп берді. Сөйтсем бір кезде бір жігіт келіп тұр, сорпа ішкіңіз келген шығар аға. Міне қазақтың сорпасын ішіп аламыз деп. Май десем май, Құдай тілегін беріп жатыр. Сорпа десем сорпа келіп жатыр ше. Құдай паспортымды тауып берші деймін. Сонымен сөйтсең сол ресторан жанында жатыр екен деп. сөйтіп Фукоктан сейсенбі күні Алматыға ұшатын болдым. Билет алайын десем билет жоқ. Билет таусылып қалған. Сөйтіп авиасейлстан бір билет шығады. Оны бронь жасасам, ертеңіне неге барып тұрсам, стойкаға барып тұрсам, сіздің броньіңіз недействительный, билеттердің бәрі сатылып кеткен, авиасейлс овербукинг жасап жүрген, сіз средаға қаласыз дейді ғой. Мен средаға қалсам, болды Лондонға үлгермеймін ғой. Сөйтіп, ойбай деп ағаларыма хабарластым, көмектесіп жіберіңіздер деп. Зайчик болып барасың ба дейді, скатпен. Қош! Міне қараш. Ол андай ғой енді. Ол сөйтсем ресми екен. Турмен келіп жатқан самолет қой, чартер ғой. Чартер, жоқ, ол ресми екен. Подсадка деген бар екен. До конца күтесің, 2,5-ға мысалы ұшады ғой. 2,5-ға дейін до конца күтесің, біреу келмей қалса, орнына отыруға болады екен. Ол кәдімгі подсадка деген бар екен. Сөйтіп, сол арқылы кәдімгі ақшасын төлеп, неге скатқа отырып, аман есен 9 сағатта жетем десем, 7 сағаттан кейін Шымкентте тоқтап отырады скат. Немеге? Білмеймін, тағы да бір нәрсе болды ау деймін ғой. Не болды? Заправка. Сөйтсем, ағам айтады ғой, сен қой соясың ау дейді ғой, вообще болмай кетті сен. Қой соймадың ба әлі? Түйе сою керек. Сойсаң уже болды ғой. Түйе сою. Ақшасын бере сал, біз соя береміз. Құлағын кезе саламыз, қан шықса болды десем. Шымкентке жетем,
дозаправка болады, сөйтіп аман есен Астанаға жетемін да, бірақ Қайрат Брюгге матчына кеш шығып қаламын. Скат кішкене кеш шықты. Жарайды, мақұл дедім. оқи салса газеттен. Оқи салдым. Енді бастысы Лондонға жету керек болып тұр. Сонымен әңгімем осылай аяқталды. Лондонға жетейге бірге не алайық. Ана не сияқты бітірейік осы шығарылым. Жоқ, сен новый Қазақстанның паспортын қайдан алдың енді? Ал уже Қазақстанға бір келіп, күнде беретін бар ғой менің Соңғы патриоттық сезімім еселеніп кетті ғой мен. Мен болдым, енді қазақ футболын да жамандамайын ба деп отырмын бұдан кейін. Соңға барам. Итек жамандап отқан жоқсың, айта бер. Астанаға барам, соңға. Соңға барсам, сіз 23-ші кезекте тұрсыз. Мына жақта нелермен тұр. Шамамен 11-ден 5 кеткен кезде сіздің кезегіңіз келеді дейді. Мына жақта кофехана, кәдімгідей шай ішіп күтіп отырдым. Рахат екен ғой біздікі дедім. Ана бәрін көргеннен кейін. Кірдің түстің Талон алдың мынандай, Талон алдым. Талон жоғалтып алған жоқсың ба? Енді паспортымды алдым. Bir қызығы, мен Вьетнамға кетердің алдында Лондонға визаға тапсырғам ғой, Ұлыбританияға. Визаға тапсырғанда, бірақ паспортты өзімен бірге алып кеткенмін ғой. Сөйтсем, Вьетнамда, Ханой қаласында мал болып, бейшара болып жылап отырсам, құттықтаймыз, сіздің Британияға визаңыз мақұлданды, келіп, жабыстырып кетіп, визаңызды алсаңыз болады деп хат келіп тұр ғой. Сол бара салмайсың ба? Келмейді ғой, анау паспорт нөмірі басқа ғой. Бүйтпейді, техничный. Том Газан. Осы сәтті пайдалана отырып, таксист Том және Томның суреті бар ма? Бар. Екеуміз бірге түскен сурет бар. Шығарамыз осы жерге. Екеуміздің түріміз бірімізге ұқсап кетті ана жерде. Бауырым екен. Және Қазақстан елшілігіне көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сіздерге де рахмет. Осы шығарылымды осы жерде аяқтайық. Что, где, когда да былай аяқтайтын еді. Что наша Жизнь Гарин!